Bir қалашық түгелімен зомбиге айланып, күн түнімен көше кезіп жүрген бейне. Сіз бұны тек кинода ғана болады деп ойлайсыз ба? Жоқ, ондай оқиға тарихта да болған. Сіздермен бірге ерасылы бүгін біз Point Saint-Esprit деген Францияның қалашығына орналған сұмдық оқиғаны айтатын боламыз. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Францияның оңтүстігінде Point Saint-Esprit деген қалашыққа 1950 жылдары сұмдық оқиға орын алды. Сол кезде қалашықта бар жоғы 4000-ға жоқ тұрғын болған, және бар жоғы қалашық бойынша 3 дәрігер болған. Кішкене қалашық болса да өзінің үлкен көпірмен танымал еді. Бірақ соғыс жылдары көпірді Америка жарып жіберді. Бірақ соғыс аяқталғаннан кейін көпірді жөндеп қайта салып алған. Оны айтып жатқан себебім Point Saint-Esprit деген атау Point деген көпір деген мағынаны береді. Яғни айтқанда көпірдің атымен аталып кеткен қалашық. Ал оқиғаға оралсақ, бәрі 1951 жылы тамыздың 2-сінде басталды. Дәрігерге 10 шақты адам ішіміз ауырып тұр деп келген. Әрине дәрігер тексеріп асқа улануы мүмкін деп біраз дәрі-дәрмек беріп қайтарып жіберген. Бірақ бұл аурудың бастамасы еді. 5 күннен кейін әлгі 10 шақты іші ауырған адам 100 шақты болып кеткен. Бәрі әлгі 3 дәрігерге кезекпен емделуді күтіп тұрған. Сол 100 шақты адамның іші аурумен қатар тіпті ұйқысыздықта пайда болған. Бұл жай ұйқы келмеу емес. Сол кезде кейбір адамдар 3 апта бойы ұйықтамадық деп сұхбат берген. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Осылай жағдай ушыға берді. Бұрындары 22:00-де бәрі ұйқыға кетіп, қалашық тып-тыныш болып қалатын. Бірақ мына ауырып шыққаннан кейін адамдар есінен айырылып, түн сайын көше кезіп жүретін болған. Ал біраздан кейін қалашық тұрғындарына әртүрлі нәрселер елестей бастаған. Кейбіреулері өзінің іші өртеніп жатыр деп ойлап, суға секірген. Ал біреулері өзінің қанаты бар деп ойлап, биіктен секірген. Әрине адамдар мертігіп, зақым алып, тіпті кейбіреулері қаза тауып жатты. Мына жағдай дәрігерлер мен қалашық басшыларын қатты таңғалдырып, шошытып, тіпті алаңдатты. Күн сайын науқас саны көбейе берді. Бір дәрігер науқас адамдарға зерттеу жасап, және оның ауру белгілеріне қарап, бұл орта ғасырда Европада пайда болып, жойылып кеткен Элгетто-Сейл деген ауруға қатты сәйкес екенін байқаған. Бірақ Элгетто-Сейл деген мына ауру паразит тәріздес ауру, және ол өте сұмдық. Оны жай ғана орта ғасырдағы суреттеріне қарап көре салуға болады. Осылай зерттеу арқылы сол қалашық тұрғындары бәрі буржуазный, яғни нан дүкенінен нан алған болып шықты. Содан адамдар сол дүкеннің ұнынан күдіктене бастады. Сол кезде Сигот деген полиция қызметкері сол дүкенге зерттеу жасап, ешқандай ауру белгісін таба алмаған. Кінәлі ешкім жоқ, ауруға ем жоқ. Осылай жағдай ушыға берді. Сау тұрғындар қалашықтан көшіп кетті. Осылай осы оқиға аяқталған. Алпыс жылдан кейін Ханк деген ғалым осы істі қайта зерттеген. Америкалық ғалымға 1950 жылдары Францияда болған оқиғаның не қатысы бар десеңіз, себебі Ханк 1950 жылдары қаза тапқан Франк Олсен деген биохим маманының қаза тапқан себебін анықтау барысында Франк Олсен мына қалашыққа қатысы болуы мүмкін деген болжам шығарған. Ал Франк Олсен деген Американың интеллекті ұйымының есірткі саласында жұмыс істейтін тыңшы адам болған. Ең қызығы, Франк Олсен қаза табардан 2-3 ай бұрын Point Saint-Esprit'ден Америка құрама штатына келген екен. Ал оның әйелінің айтуы бойынша, ол Франциядан келгенде көңілсіз болып, өзінің үлкен қателік жасағанын айтқан. 2010 жылдары осы істі зерттеу жүрген Ханк мынандай бір болжам шығарды. Америка LSD деген есірткіні Францияның Point Saint-Esprit қаласына тексеріп көрген.
Бірақ алдыңғы LQ2 деген ауруға LSD деген есірткінің не қатысы бар десеңіз, себебі мына екеуінің химиялық құрамы бірдей болған. Демек, Пон-Сен-Спрей тұрғындары LQ2 деген ауруға емес, LSD деген есірткіге уланған. Ал ол тәжірибені Франк Олсон жасаған. Бірақ, бұл тек теория. Себебі бұны дәлелдейтін нақты дәлел жоқ. Осылай жұмбақ сол күйі жұмбақ болып қалды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Шынымен Америка Францияға осындай тәжірибе жүргізді ма? Әлде бұл табиғаттан шыққан ауру ма? Өз пікіріңізді міндетті түрде комментарийға тастап кетіңіз. Ал видео ұнаса арнаға тіркелеміз және видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі жолы тарихта болған қызықты оқиғаларды көргіңіз келсе, комментке қалдырып пікір жазамыз.